Алматы қаласы Медеу ауданы номер 100 жалпы білім беретін мектебі мен Сейфуллин атындағы Алматы облыстық әмбебап кітапханасы бірлесе отырып, оқуға құштар мектеп жобасы аясында ұлы жеңіске 80 жыл толуына орай аудандық сурет және шығарма байқауын ұйымдастырды. Бұл іс-шара өскелең ұрпақтың тарихқа деген қызығушылығын арттырып, олардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға бағытталған. Ұлы Отан соғысының 80 жылдығына арналған бұл байқау балалардың соғыс туралы білімдерін кеңейтіп, ардагерлер ерлігіне құрмет көрсетуіне мүмкіндік берді. Сонымен қатар іс-шара жас дарындардың өз ойларын бейнелеу өнері мен әдеби шығармалар арқылы жеткізуіне жол ашты. Байқауға 6-11 сынып оқушылары қатысып, 2 номинация бойынша бақ сынады: сурет және әдеби шығарма. Сурет номинациясында қатысушылар соғыс тақырыбында салған жұмыстарын ұсынды. Олардың еңбектерінде майдандағы жауынгерлердің батылдығы, тылдағы еңбектің маңызы, бейбітшілікті сақтау идеялары көрініс тапты. Әдеби шығарма байқауына қатысушылар өз шығармаларында ардагерлердің ерлігі, соғыс жылдарындағы халықтың бірлігі мен қайсарлығы туралы ойларын баяндады. Оқушылардың шығармалары жан-жақтылығымен ерекшеленді. Байқаудың жеңімпаздарын анықтауға өнер және әдебиет саласының мамандары шақырылды. Қазылар алқа мүшелері: Шаяхмет Құсайынұлы, Қазақстан Республикасының қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасы Жазушылар одағының, Қазақстан Республикасының Журналистер одағының мүшесі, жазушы, ақын Бағдат Сұлтанқызы, Ана тілі газетінің журналисті, Алматы облыстық орталық әмбебап кітапханасының қызметкері, филолог Бердиева Айгүл, 165-ші лицейдің орыс тілі мен әдебиеті пән мұғалімі, педагог зерттеуші Нұргалиева Ботагөз Бақытовна, суретші Дастамбекова Мадина. Әділқазылар қатысушылардың еңбектерін бағалау барысында олардың шығармашылық шеберлігіне, тарихи тақырыпты ашудағы дәлдігіне және туындылардың мазмұндылығына ерекше назар аударды. Жеңімпаздар мен жүлдегерлерге номер 100 жалпы білім беретін мектептің директоры Қалымбаева Қарлығаш Нұргазиевна мен облыстық орталық әмбебап кітапханасының директоры Тоқабаева Ғалия Исламбайқызы арнайы дипломдар мен алғыс хаттар табыстады. Осындай маңызды іс-шараларды өткізу арқылы сіздер жас ұрпақты білім мен өнерге баулуға, олардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға зор үлес қосып отырсыздар. Ұйымдастырушылардың еңбегі мен қолдауы болашақта да осындай игі бастамалардың жүзеге асуына негіз болатынына сенімдіміз. Білім айнасы, Алматы қаласы, Ақерке Амангелдіқызы.